операциялық шығыстарды оңтайландыру. Былтыр тамыз айында Қазақмыс тобының барлық өндірістік алаңдарында басталған үдеріс осылай аталады. Бағдарлама жүзеге асырыла бастаған 7 айдың ішінде қарапайым қызметкер әртүрлі ой қорытқан екен. Оптимизация деген енді бүкіл корпорация Қазақмыстың ішінде қазіргі евростандартқа бойынша ақша төлеп жатыр. Себестоимосты өзін ақтамағасын, уже бәрі қымбат қазір. Меттің бағасы бір қалыпты тұр, арзандаған. Сосын уже адам штат, бұрынғы артық штаттарды, соларды қысқартып, әр участоктерде бұрынғы артық, әр жерде болған адамдардың көбісінен сол азайтып жатыр. Ақысы аз жерлерге жіберіп, мен түсінігім бойынша сондай. Енді әркімнің түсінігі әртүрлі болып келеді. Бұған енді менің түсінігім бойынша бұл енді кәсіпорын жезқазған цветмет Қазақмыс қазіргі айтулары бойынша евростандартпен ақша төлеп жатыр. Сол евростандартқа лайықты әр шығарған өзінің, әр рудник, әр шахта өзінің жаңа себестоимость дейміз ғой, өзінің құндылығын ақтау үшін жаңа показательный өз ақшасын беру керек. Құндылығын ақтау үшін. Оңтайландыру шарасы қызметкерлердің мүддесіне әсер ететіндіктен, істің байыбына бармаған кейбір адамдарда ол туралы қате пікір қалыптасып, қызметкерлерді жаппай жұмыстан шығарады екен дегендей түрлі алып қашпа сөздердің пайда болуына әкеп соқтырды. Была проведена встреча, где мы объяснили нашу политику оптимизации. Оңтайландыру саясатын түсіндіру үшін кездесу өткіздік. Мұны қысқарту шарасымен шатастырмауды сұраймын. Біз адамдарды қысқартпаймыз. Тіпті болмай бара жатса адамдарды ақы төленетін еңбек демалысына жібереміз. Немесе негізгі және қосалқы өндірісте жаңа қызмет атқаруды ұсынамыз. Яғни біз оңтайландыру бағдарламасына қатысқан кез келген қызметкерді жұмыспен қамтамасыз етуге тиіспіз. Где-то у нас вспомогательных производств. То есть мы работой должны обеспечить любого нашего работника, который попадает под программу оптимизации. Сонымен оңтайландыру дегенде, HR мамандардың айтуынша, бұл компанияның ішіндегі жұмыс уақыты мен қуатын және ресурсын қайта бөлу. Бағдарламаның мақсаты өндіріс көлемін тиісті деңгейде сақтау, кәсіпорынды шығынсыз жұмыс істеуге бейімдеу, жұмыс орны мен қазіргі жалақының мөлшерін сақтап қалу. Ал белгілі бір себептермен көбейіп кеткен қызметкер мамандарға енді бос орны бар компанияның командасына бірігу ұсынылды. Тіпті болмаса арнайы кәсіби білімі жоқ қызметкерлерді толық емес жұмыс аптасына ауыстыру және негізінен әкімшілік мамандар есебінен қызметкерлер санын азайту қарастырылған. Мұндай шаралар топтың ішкі бөлімшесінде еңбек өнімділігін өсіру үшін қажет. Бүгінгі күні бірсыпыра кәсіпорында өндіріс көлемі кемігенімен, инженерлер мен техникалық жұмысшылар саны сол баяғы қалпында қалған еді. У нас объемы уменьшились. Бізде өндіріс көлемі кемеді. 10 жыл бұрын жұмысшылар саны 60 мың болып, жезқазған түсті металда жылына 28 миллион кен өндірілетін. Бүгінгі өндіріс көлемі 20 миллионның төңірегінде, бірақ жұмысшылар саны бұрынғыдай. Аталмыш өндіру көлемін орындау үшін бүгінде бір бұрғылау машинасына 3 бұрғылаушы керек. Алайда қазір бізде 4 бұрғылаушы бар. 4-ші бұрғылаушы айына 100 теспе жасайды. Ал жоспар бойынша ауысым барысында кемі 120 теспе жасалу тиіс. Яғни 100 теспе теседі. Тиісінше жалақыны 3 бұрғылаушының мөлшерінде алады. Бұл адам бос жүрмес үшін оны толығымен қайта оқытамызда басқа жұмыс ұсынамыз. Шығындарды оңтайландыру заман талабы деуге болады. Бір жағынан бұл қадам өнімнің өзіндік құнын сақтауға мүмкіндік береді. Яғни кәсіпорынның шығынсыз жұмыс істеуін жол ашады. Екінші жағынан компания қызметкерлерінің жұмыспен толықтай қамтылуын қамтамасыз етіп, үлкен әлеуметтік күйзелістерден қорғайды. Мысалы ретінде Жезқазған дивизион айтуға болады. Мұнда оңтайландыру шарасы шамамен 2000-дай штаттық бірлікті қамтыды. Из них порядка 120. Оның ішінде 120 жұмысшысы құрметті еңбек демалысына шықты, яғни зейнеткер атанды. 300 бірлік вакансия алынып тасталды. 10 адам өз еркімен жұмыстан шықты. 45 адам қысқартуға ұшырады. Алайда, мұның қарсаңында біз оларға жаңа қызмет ұсынған едік. Бірақ бұл адамдар вакансияны тиімді пайдаланбады. Басым бөлігі қосалқы учаскелерге жөнелтілген. Ал Сәтпаев қаласындағы политехнологиялық колледждің базасында мамандарды қайта даярлау жүргізілуде. Бүгінде бұл білім ошағы жұмысшыларға екінші мамандық беру әзір. Әрі өндірісті ақсатпай, оны өте қысқа мерзімде жүзеге асырылады.
Мы сегодня эту задачу выполняем. Бүгінде біз тапсырманы сәтті орындап жатырмыз. Мамандарды қайта даярлаймыз. Қысқа мерзім ішінде мүлдем басқа тіпті сабақтас та емес мамандық алуын қамтамасыз етеміз. Оқу мерзімі 2-2,5 айды құрайды. Айта кетсе, қызметкердің ауысым уақытына байланысты не таңертең, не кешкі мезгілде білім алу мүмкіндігі бар. То есть в первую или вторую смену. Мамандарды қайта даярлау ісі мемлекеттік стандарттарға сай жүзеге асырылуда. Теориялық және тәжірибелік сабақтан соң қызметкерлер арнайы комиссияға емтихан тапсырып, жаңа біліктілік туралы куәлік алады. Бір ғана мына колледж жылына шамамен 3000-дай мамандық қайта даярлап шығарады. Бірақ колледж мүмкіндігін сарқа пайдалануға тура келмейді. Себебі оңтайландыру уақытша шара. Корпорацияның ресурсын жаңғырту шарасы биылғы тамыз айында аяқталады. Ал бұған дейін оңтайландыру үдерісіне қатысқан қызметкерлер жаңа білім алып, сол мамандарға зәру жерде қызмет атқару мүмкіндігіне ие болады.